араластырамыз осылай. Майымызды салып қыздырып аламыз табаға. Масло кихи деп атады, жаңа тортастыларынан айырылған май. Әбден қыздырып аламыз. Балығымызды қызған табаға салып қуырамыз осылай. Екі жағын аударып қуырып аламыз әбден. Балықты пісіріп аламыз. Сары май саламыз. Зәйтүн майын құямыз, анау кішкене екеуі араласқан кезде өсімдік майы мен сары май. Нәзік дәм береді. Суаны саламыз, артынан морковын саламыз. Морков салдық. Помидор мен болгар бұрышымызды қосамыз. Помидор мен болгар бұрышын қосамыз. Лимон шырынын қосып аламыз. Лимон шырынын құямыз. Қайтадан балықтарымызды саламыз. Салып, астын бастырып, шай отқа 15 минутқа қоямыз. Ал гарнирге күріш пісіреміз. Күрішін саламыз былай. Жудым табаға. Күрішін салдым, қазір аздап сары зәйтүн майын құямыз. Аздап зәйтүн майын құямыз, жаңа күріш бір-біріне жабысып қалмау үшін. Жайлап әбден піскеннен кейін тұзын саламыз. Дәміне қарата. Бірақ әркімнің өзінің талғамына байланысты. Тұзды піскеннен кейін салса, сіз тұзды артық жемеуге септігі бар. Сіз артық тұз жемейсіз. Күрішіміз дайын, гарниріміз. Қазір балығымызды салатын боламын. Балығымды салып жатырмын. Мінекей дайын. Астарыңыз дәмді болсын, назарларыңыз үшін рахмет. Көкшөп сеуіп үстіне беруге болады.